Балалар, осы рәміздерге, тәуелсіздікке қол жеткізу бізге оңай болған жоқ. 1986 жылғы желтоқсан құрбандары Ләззат Асанова, Ербол Сыпатаев, Сабира Мұхамеджанова, Қайрат Рысқұлбеков және көптеген сол кездегі қазақ жастарының аңсаған армандары бұл күнде жүзеге асып, еліміз өз тәуелсіздігін алды. Балалар, біз қандай республикада өмір сүріп жатырмыз? Дұрыс айтасыздар, Қазақстан Республикасында. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кім? Өте дұрыс, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев екен. Ол 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің арқасында 1991 жылы еліміз өз алдына егемендік алып, тұңғыш президентімізді сайлап алған болатынбыз. Ал қазіргі кезде біздің президентіміз кім? Өте дұрыс, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылдың 12 маусымнан бастап біздің президентіміз болып сайланды. Биік үйлері, әсем біздің Астана, тоқ-тоға, кәдімгі жасайменді Астана. Қашыдаған тәмірденшік тәуелсіздік сұраған қазақтан теңгердіккен тұңғыш қазақ президенті нұраған. Күні қысқа құсқыран, аясында қалқыған, аспан түкті туым бар, көк теңізде сақылған. Қазақстан мен одан, әлем мен атан, жаһан мемлекетті едінді. Әнұраны жүрек деген жаңғырызды, жарсындай даңқымыздың жан жерігі қалқымызды. Отан отбасынан басталады. Отан үшін отқа түс, күймейсің, суға түс, батпайсың екен. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Отанды сүю Отбасынан басталады. Өте дұрыс, отанды сүю отбасынан басталады. Отан оттан да өте дұрыс, отан оттан басталады. Отансыз адам ормансыз бұлбұл екен. Отаның берік болса, жауын алмайды. Отанға опасыздық еткені өте дұрыс, балалар.